Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерменен осындай отбасымызбен сүйсініп жейтін әдемі қып-қызыл бәліштердің рецептімен бөліскім келеді. Сондай жұмсақ, мамықтай болып шығады. Мінекей қараңыздаршы, топ-томпақ. Бір тістегенде байқамайсыз бұның ішінде асқабақ екенін. Жұп-жұмсақ, хош иісті мармеладтар тұрған сияқты болады. Мінекей керемет бәліштер, сондай ортасын бөліп көрсетейін. Мінекей сондай керемет, жұп-жұмсақ, үлпілдек. Ал енді қамырымызға кірісейік. 70 грамм жылы суымызға 1 шай қасық ашытқы қосып, араластырып 5 минутқа қоя тұрамыз. Енді бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, 2 ас қасық шекер қосып араластырамыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, маған қолдау көрсетіп, лайк басып отырыңыздар. Енді үстіне ашытқымызды құямыз, жаңағы дайындаған. Араластырамыз жақсылап. Енді 280 грамм ұнымызды 2 бөліп, араластырып, отырып салатын боламыз. Күз айы басталып, қазір асқабақтың пісіп жатқан кезі. Асқабақтан неше түрлі тағамдар дайындауға болады. Құймақ, мысалға, оладий. Біз бүгін асқабақтан бәліш дайындаймыз. Пирожки, яғни пирожки деп те айтсақ болады. Осылай бірінші қалақшаменен жақсылап араластырып алып, сосын қолменен ары қарай қандырып илейміз. Қамырымыз әдеттегідей жұмсақ болып шығу керек. Енді үстіне 20 грамм сары майымызды салып, осылай қамырымызды біріктіріп илейміз. Сыпыраның бетіне аздап ұн сеуіп, қамырды жақсылап тұрып илеп, сосын ашытуға қоямыз. Ұнды шыли көп себе бермейміз, қамыр жұмсақ болу керек. Сонда бәліштерімізде мамықтай жұмсақ болып шығады. Қолға қатты жабысатындай болса ғана ұн себеміз. Осылай жақсылап қандырып, 40 минуттай ашытуға қоямыз. Мінекей көрдіңіздер ме, жұмсақ қамыр болып шықты. Осындай болу керек. Бетін жауып, сосын ортасын тесіп қоюымыз керек. Салафан қалтамыздың. Сонда қамырымыз тезірек көтеріледі. Енді бетін жауып жылы жерге қоямыз. Асқабақты осылай 4 бұрыштап, 500 граммдай асқабақты осылай 4 бұрыштап турап аламыз. Мінекей, міне осындай болып шығу керек. 500-600 грамм сол жетеді, 500-600 грамм болса, біздің салмамызға толықтай жетеді. Енді ысып тұрған сковородкамызға осындай 20 грамм сары майды салып, ертіп, үстіне жаңағы туралған асқабағымызды салатын боламыз. Лимон цедрасын езіп, туралап, майдалап, үккіштен өткізіп салсаңыздар да болады. Бірақ біздің үйде кішкентай балалар лимонның қышқыл дәмін ұнатпайды. Сол үшін мен лимон цедрасын қоспаймын, бірақ қосса да әдемі болады. Жартылай алмамен де істеуге болады. Жартысын асқабақ, жартысын алма етіп. Енді осының үстіне 5 ас қасық қантымызды салып, ары қарай қуыратын боламыз.
Сонда салмамыз тура мармелад сияқты болып шығады. Осылай әбден суы тартылғанша қуыруымыз керек. Араластырып отыруды ұмытпаймыз. Мінекей, енді қазір суы тартылды. Міне осындай әдемі мармелад сияқты салма болып шықты. Енді міне ашыған қамырымызды алып, бөлшектерге бөлетін боламыз. Мен шамасын 10 бөлікке бөлдім. Осылай 10 бөлікке бөліп, домалақтап, бетін жауып, аздап бір 10 минуттай кішкене қоя тұрсаңыздар, қамырларымыз одан сайын жұмсара түседі. Сонда бізге оқтаудың да қажеті жоқ. Қолменен осылай созып, салмасын салып, түйе береміз. Бір ас қасық толтыра салыңыздар. Осылай жақсылап нығыздап жабуымыз керек. Өйткені салманың ішінде қант бар. Духовкаға салғанда кішкене қанты ағады, қанша дегенмен. Міне мен осылай бір екшеуін түйіп көрсетейін. Әрине, бәлішті неше түрлі етіп пісіруге болады. Сан түрлі салмалары бар. Мысалға капустамен, сәбіз қосып, картошкамен неше түрлі етіп пісіруге болады. Духовкада және сковородкаға қуырып. Енді бәліш пісіру ешкімге де таңсық емес қой. Әйтсе де жас қыздар, келіндер көріп, осылай пісіріп, келген қонақтарының алдына ұсынып жатса, қандай керемет. Топ-томпақ бәліштер сүйсініп жейді келген қонақтары. Мүмкін бәліш пісіре алмайтындар да бар шығар әлі жас келіндер. Міне бәрін осылай дайындап түйіп аламыз да, түйілген жағын төмен қаратып, пісіретін табамызға саламыз. Сосын бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт қосып, бетін жақсылап тұрып, бетіне жағып шығамыз. 190 градус қызып тұрған духовкамызда 15 минут пісіріп аламыз. Міне біздің қып-қызыл әдемі бәліштеріміз, пирожкилеріміз дейік дайын болды. Қараңыздаршы міне, қандай әдемі. Келген қонақтың алдына қойсаңыз да ұялмайсыз. Үйде бала-шағаға пісіріп берсеңіз де, әп-сәтте желініп кетеді ғой. Құрметті көрермендер, менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Әр шаңырақта нан мол болсын. Менің келесі видеоларымда жолыққанша сау болыңыздар.